Мешітке келеді адамдар, мешітке келеді, проблемасын айтады. Біз проблемасын Алла арқылы шешкеннің орнына отырып алып жан-жаққа звондайтын болсақ, мынаны көмектесіп бер, мынаны шабырасың, мынаны. Субханалла, оны ол жаратушымен жалғасуға келіп еді. Қайтадан жаратылысқа қойып қойды ғой. Адам өзіне өзі иелік етсін. Қай бір жағдай келмесін басына, жаратушыға бет бұруды үйренсін. Пайғамбарымыздың тәлімі сол еді. Пайғамбардың артынан ерген сахабалардың тәлімі сол еді. Али радиаллаху анхуға бір адам келеді. Али дейді, жағдайым жоқ, қиын болып кетті жағдайым. Жағдайым болмай жатыр. Бір кішкене қарыз беріп тұршы. Али радиаллаху анху айтады, оны не істейсің қарызды? Басқа бір қарыздарым жабайын деп едім дейді. Али радиаллаху анху айтады, мен саған бір жақсы нәрсені айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған үйретті дейді соны. Үйретті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, егер де сен мына дұғаны оқитын болсаң, қарызың таудан үлкен болса да Алла субхана тағала оны жауап береді деп айтты дейді. Али радиаллаху анхуға келіп қарыз сұрап тұр. Али, қарызың былай тұрсын, менен ақша сұрама, мен саған ақшадан да жақсырақ нәрсені үйретем деп атады. Ақыретке байлап атады, Аллаға байлап атады, адамның көңілін, жүрегін, иманына жұмыс істеп атады. Али радиаллаху анху айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған үйретті дейді, Аллахумма кфини би халалика ан харамик, вағнини би фадлика амман сивак. Алла субхана тағала, сен өзіңнің халалыңменен маған харамнан әлде қайда жеткілікті бол. Вағнини би фадлика амман сивак. Және өзіңнің кеңшілігіңменен мені басқалардан тәуелсіз қылып қойшы Алла деп дұға жаса дейді. Осы дұғаны айтатын болсаң, осы дұғаны оқитын болсаң, Алла субхана тағала сенің басында қарыз таудан үлкен болса да оны өтеп береді дейді. Али радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабасы, күйеу баласы. Пайғамбардың тариқасы қандай еді? Адамдарды Алламен жалғап жіберу. Сахабалардың тариқасы қандай? Адамдарды Алламен жалғап жіберу.